Сәлеметсіздер ме арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. 26 желтоқсанда Санкт-Петербургте өткен достастықтың бейресми саммитіне қатысқан ТМД елдерінің президенттері Ресей Федерациясының басшысы Владимир Путиннен сыйлық алды деп жазады Адырна ұлттық порталы. Жаңа жыл қарсаңында Ресей президенті Владимир Путин ТМД елдерінің президенттеріне достастық символикасы бар сақиналарды сыйға тартты. Ақ және сары алтынға ұқсас металдан жасалған әрбір сақинада ТМД елдерінің рәміздері, жаңа 2023 жыл құтты болсын деген жазу. Сондай-ақ саммит өткен елдің атауы Ресей деген жазу кездеседі. Сыйлықты келесі елдердің басшылары алды. Беларусь, Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Армения премьер-министрі Никол Пашинян. Владимир Путин сақиналардың бірін өзіне қалдырды. Лукашенко көп күттірмей сақинаны бірден тағып алды.